Құрметті ата-аналар, мен сіздермен ұлдардың өсуі туралы, жасөспірім ұлдар туралы сөйлескім келіп отыр. Егер үйлеріңізде ұл бала болған болса, мұқият тыңдауыңызды сұраймын. Өйткені бұл өте маңызды ақпарат. Егер сіз ата-ана ретінде балаңыздың бір өзгерістерін байқасаңыз, оның өскенін байқасаңыз, жаңағы даусының өзгеруі, бойының өзгеруін байқайтын болсаңыз, бала да оны байқайды. Бірақ ол бұл сезімдерді сипаттай алмайды. Сол себептен ол оқшаулану мүмкін, жаңағы өзімен өзі кішкене жабылып қалуы мүмкін, ол қорқу сезімдері болуы мүмкін. Сол себепте сіз бұл тақырыпты маңызды деп санаңыз. Ол тақырыпта сіз балаңызбен сөйлесе білуіңіз керек, және әр қашанда балаңыздың жетістіктерін мақтап жүріңіз. Сонда ғана бала сізге сене бастайды. Ал мысалға келтіріп кететін болсақ, 5-6 жастағы балалардың, қыз болсын, ұл болсын, балалардың анализдерін зерттейтін болсақ, олардың қыздың, ұлдың анализдері еш айырмашылықтары болмайды. Бірақ 9-10 жастағы ұл мен қыздың анализдерін зерттейтін болсақ, талқылайтын болсақ, ол жерде бір өзгешеліктер болады. Өйткені ол кезең жаңағы гормоналды өзгерістердің кезеңі, гормоналды жетілудің басталу кезеңі. Сол себептен бұл кезең өте маңызды. Психологтар айтып кеткен, жаңағы жасөспірімдік кезең ол ең қиын кезең деп атайды. Ата-анаға да ол өте қиын, және балаға да өте қиын. Өйткені біз барлығын түсінуіміз керек. Жаңағы гормоналды өзгерістер, гормондардың барлығы серпінді түрде жүретініне. Сол себептен бұл кезеңде бір арнайы өзгерістер болады. Ол жаңағы бойының өсуі, кеуде қуысы да өседі, сонымен қатар жүрегі де өседі, баланың, және қан айналымы тездетіледі. Сонымен қатар жыныстық мүшелеріне де қан айналым өте жақсы жүре бастайды. Сол себептен ішкі бір дискомфорт, балада ішкі бір дискомфорт болуы мүмкін, және ол агрессивті түрде, немесе оқшаулану түрде, немесе жабылу түрде бір көрсету мүмкін ата-анасына. Ол сіздерді жақтырмай тұрғандықтан емес, ол өзінің бір ішкі бір өзгерістерге түсініспеушілікпен қараудан болуы мүмкін. Бұл кезеңде баланың өзгерістері, ол жаңағы тершеңдік пайда болуы мүмкін, даусының өзгеруі мүмкін, жаңағы жағымсыз иіс болуы мүмкін. Оның барлығы гормоналды түрде келетінін түсінуіміз керек, түсінеміз де, және физикалық белсенділікке де өте маңызды зор. Егер балаңыз физикалық белсенділігі өте жоғары болатын болса, бұл кезеңде, жасөспірімдік кезеңде, баланың дамып келе жатқан кезеңінде дұрыс тамақтану да өте пайдалы. Оны да сіз қарастыра жүріңіз ата-ана ретінде. Және бұл кезең өсу серпіні болатын кезең. Бала 19-21 жасқа дейін өседі, және емшегінің ұшы, сезімталдығы ұлғаюы мүмкін. Жасөспірімнің жыныстық жетілу кезеңдері 10-19 жас аралығы. 11-12 жаста аталық бездің ұлғаюы, 12-13 жаста шапта түктің алғаш өсуі, 12-13 жаста жыныс мүшесінің айқын өсуі, 13-14 жастағы дауыстық мутация, көмейдің қалқанша шеміршегінің ұлғаюы 14-15 жас аралығында болады. 14 жаста қолтық асты түк өсуі басталып, өзіне тән иіспен тершеңдік пайда болады. 14-15 жаста полюция басталады. Олар 16 жасқа қарай тұрақты болады. 14-16 жаста бетте сақал мұрт өсе бастайды. Ол егер қыз болған жағдайда, ол анасына жақындап, өзінің бір сезімталдығы туралы, жаңағы ыңғайсыз болған жағдайларды анасына айталады. Ал жігіт болғандықтан ол бұл тақырыпта айталмауы мүмкін, өзінің ішінде сақтауы мүмкін, мойындамауы мүмкін, бірақ ішкі диалог жүруі мүмкін. Неліктен менің жаңағы сүт бездерім өсіп жатыр, неліктен олар сезімтал болып кетті деген сияқты, бұл қалыпты ма деп уайымдайды іштерінен. Сол себепте, егер сіз бұл жағдайды біле отырып, алдын ала жаңағы жасөспірім әлі енді өсіп бастаған кезде ол туралы айтып өтсеңіз, ол үшін кішкене тыныштандыруы мүмкін ол баланы, және сол тақырыпта да сіз айта жүруіңіз керек. Жаңағы тек қана бойының өсуі, даусының өзгеруі ғана емес, сол жаңағы сүт бездерінің де сезімталдығы болатынын айта кету керек.
Бұл кезеңде, жасөспірімдік кезеңде, бала өсіп жатқан кезінде түнгі бөліністер пайда болуы мүмкін. Басқаша оны полюция деп айтады. Бұл полюциялар түнгі бөліністер деп аталады. Өйткені түнгі кезеңде болуы мүмкін, және ол табиғи, ол бала оны бақыламайды. Ол жаңағы аталық бездің өскеніне байланысты бір өзінің сондай бір процестері, баланың өсуінің кезеңдері. Және бұл кезеңде баланы сөкпей, ұрыспай, ешқандай сұрақтар қоймай, балаға жаңағы іш киімін немесе төсек орнын өзі кір жуатын машинаға салатын мүмкіндік беріңіз, немесе ешқандай сұраусыз баланың төсек орнын ретті көбірек жуып тұруға көмектесіңіз. Өйткені бұл бір өсуінің процесі. Құрметті ата-аналар, сіздермен сауатты болайық. Біз ұлыңыздың, жасөспірімнің анатомиясын түсінейік, оның ағзасында болып жатқан гормоналды өзгерістерді түсінейік. Сонда ғана біз барлығын түсінген кезде ғана біз оған көмектесе аламыз, және оған өзіміздің бағытымызды бере аламыз. Сол себептен сіз ата-ана ретінде, біз жаңағы маман ретінде балалармен ретті, бұл тақырыптарда ретті әңгімені дағды етуіміз қажет. Және жасөспірім кезеңінде баланың патологиясы болып қалу мүмкіндігін байқамай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен сіз балаңызбен ретті сөйлесіп жүрген кезде балаңыз сіздің қарым-қатынасыңызды сезетін болса, жаңағы сіздің беретін тақырыбыңызды ашық сөйлесетініңізді түсінетін болса, бала өзінің проблемаларын, мәселелер туралы айтады, және сол себептен дәрігерге уақытылы баруға мүмкіндік туады. Ал енді махаббат туралы айтқым келіп отыр. 9-12 жас аралығында балаларда платоникалық сүйіспеншілік пайда болады. Бұл кезеңде бала өзін-өзіне қарай бастайды, өзін-өзінің айнаға қарап отырады, және қыздарды ұната бастайды. Бұл кезеңде сіз ұлыңыз қыздарды биге шақырған байқауыңыз мүмкін, немесе жаңағы мейрамдарда құттықтағысы келіп, сол қызға гүл алайық деп сіздерге айту мүмкін. Кейде ата-аналар бұл процесте бейадекватты қарауы мүмкін, жаңағы баласын мазақтауы мүмкін, қыз бен келіншек деген секілді. Бірақ бұл кезеңнен сіздер де өткен шығарсыздар. Бұл жаңағы баланың жетіліп келе жатқандағы бір процесі, және бұл кезеңде ешқандай жыныстық қатынас жоқ. Бұл кезең жаңағы шынайы махаббат деп айтса болады, балалық махаббат деп айтса болады. Бұл кезеңде жаңағы сезім бар. Бұл кезеңде баланың ішкі жүрегінің жаңағы соғуы бар. Сол себептен бұл кезеңде ешқандай сіз мазақтамаңыз, тек қана қолдау көрсетіңіз, көмектесіңіз. Жаңағы қыздың өзіне қарату үшін гүл алып керек болса, гүлін алып беріп деген секілді. Өйткені бұл да бір өсуінің, дамудың бір кезеңі болып табылады. 12-14 жас аралығында эротикалық визуализация, эротикалық қиялдар болуы мүмкін. Ол да бір кезеңнің процестің, өсу процесінің, даму процесінің бір кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде ұлдар көбінде жаңағы эротикалық сайттарға кіру мүмкін, журналдар көру мүмкін, және бір суреттерді көріп, өзі қозып кетуі де мүмкін. Бұл кезеңде сіз ұрыспаңыз, ешқашан сөкпеңіз, ол туралы, өйткені ол да бір процесс. Тек қана сыртынан бақылаңыз, және сол тақырыпты талқыласаңыз болады. Өйткені бұл да бір, жаңа айтып кеттім, бұл өсудің бір процесі. Бұл кезеңде бала өзін-өзі тани бастайды, өзін-өзінің физикалық қабілеттерін, физикалық өзгерістерін біле бастайтын кезең. Сол себепті бұл да бір процесс. Және үшінші, ол кейде 15, 16, 17 жас аралығында жыныстық қатынас болатын қарым-қатынастар басталуы мүмкін. Бірақ бұл кезең сіздің ата-ана ретінде беретін құндылықтарға байланысты. Егер сіз құндылықтарыңыз жауапкершілік туралы көп айтатын болсаңыз, егер бала жаңағы кезеңде
жауапкершілікті ала алатын болса, мен ол жауапкершілікті ала аламын ба, мен өзімді жаңағы қауіпсіз сезінем ба, менің серіктесіме үшін жауапкершілігін көтере алам ба деген сұрақтарға жауап берген кезде ғана жыныстық қатынасты бастауға мүмкіндік болады. Сол себептен осы сұрақтарға өзіне өзі жауап беруді үйрену керек. Оны да сіз құндылық ретінде беріп отыруыңыз қажет. Бізде көбінде жастар денсаулық орталығына көбінде жаңағы жасөспірімдер келеді. Сол жасөспірімдер кейде қыз бен ұл бірге келуі мүмкін, өздерінің жаңағы махаббаттары туралы айтуы мүмкін, және өздерінің жыныстық қатынас бастағылар келетін туралы айтуы мүмкін. Және біз басқа да лекциялар өткіземіз, мектептерге барамыз. Сол кезде біз әрқашанда жаңағы жауапкершілікті алу туралы үйретеміз. Мысалға, ұл бала, боз бала келген жағдайда оған біз түсіндіруіміз керек, ол жауапкершілікті көтере ала ма? Мүмкін сіз дайын шығарсыз, мүмкін серіктесіңіз де жаңағы қыз да мен жаңағы жыныстық қатынас бастауға дайынмын деп өзінің мақұлдауын беріп отырған болса да, сіз оған түсіндіруіңіз керек. Ол қыз әлі кәмелет жасқа толмаған. Оған әлі жауапкершілікті ата-анасы беретін, ата-анасы жауапты екеніне. Сонда ғана балаларда кейде сана сезім пайда болады. Біз қазіргі таңда әлі жаспыз, қазіргі таңда біз әлі қарым-қатынасты жүргізуімізге болады, бірақ ол жыныстық қарым-қатынас болмауына, келтірмеуіне, жыныстық қатынасқа жетпеуге де болып, бір-бірімізді сыйлап, жақсы көруіміз болады екенін түсіну керек. Құрметті ата-аналар, сіздермен тағы бір интимді тақырыпта сөйлескім келіп отыр. Ол тек балаларда емес, үлкен кісілердің арасында да өте қиын, ыңғайсыз мәселе. Ол жаңағы баланы өзін-өзін қанағаттандырып жатқан жағдайды байқап қойған кезінде. Мен сіздерге бұл кезінде екі мысал келтіргім келіп отыр. Көбінде оны әкесі байқап қалуы мүмкін, және әкесі бұл кезде үрейленіп қалуы мүмкін. Бала да әкесінен ыңғайсызданып, ұялып қалуы мүмкін. Сондықтан егер осындай жағдай болып қалған жағдайда, сіз балаңызбен ұрыспай, сөкпей, тыныш, ашық сөйлесуіңіз қажет. Ондай жағдайлар болатын туралы түсіндіруіңіз қажет. Ол да бір физиологияның түрі екенін де түсіндіруіңіз керек, бірақ оны көп қолдануға болмайтынын да түсіндіруіңіз керек. Және екінші мысал, ол көп балалы үйде тұратын балаларға байланысты. Көбінде аналары байқауы мүмкін. Жаңағы бала көбінде ванна бөлмесінде көп ұзақ уақыт өткізу мүмкін, құлтанып, немесе дәретханада ұзақ уақыт отыру мүмкін. Оны да ата-анасы байқайды, және сол сұрақтармен де келуі мүмкін, сіздерге. Ол бізге, мысалға, жастар денсаулық орталығына келуі мүмкін. Өйткені егер ол бала жаңағы бөлмеде өзінің оңаша қалуға мүмкіндік болмаған жағдайда, жеке кеңістігі болу керек әр баланың. Егер ол бөлмеде 3-4 бала бірге тұратын болса, ол өзі босаңси алмайды, өзін-өзі тану процесін өткізе алмайды. Сондықтан ол көбінде жаңағы ваннаға барады, немесе дәретханаға барады, немесе басқа бір комнатаға, бөлмелерге барып тығылып отыру мүмкін. Және ата-ана ретінде сіз оны түсінуіңіз керек. Оның әр баланың өзінің жеке кеңістігі болады. Әр баланың өзі оңаша қалу уақыты болады. Ол өзін-өзі тану уақыты. Және ондай жағдайлар көп қайталанып жатқан болса, сіз балаңызбен де сөйлесуіңіз керек, түсіндіруіңіз керек, және ол баланы түсінуіңіз керек. Егер балаңыз жаңағы бөлмеде өзі болған жағдайда, немесе жаңағы ванна бөлмесінде, оған кірердің алдында есікті қағып кіріңіз, өзіңіздің келе жатқаныңызды білдіртіп кіріңіз, егер есік ашық тұрған жағдайда болса да. Өйткені жаңағындай ыңғайсыз жағдайға баланы қалдырып қоймауыңыз керек. Өйткені ол өзін-өзін танып жатыр, сізден ол ұялып, ыңғайсызданып, жабылып қалуы мүмкін. Құрметті ата-аналар, біз бүгін өте өзекті тақырыпта сөйлестік, және сіздің балаңыз, ұлыңыз ер жетеді, болашақта бәрібір ер жетеді, болашақта ол бәрібір жаңағы жыныстық қатынасты бастайды. Оны біз түсінуіміз керек, оны біз қабылдауымыз керек, бірақ әрқашанда ата-ана ретінде сіздер репродуктивті денсаулықты қалай қорғау керек, өзіне жауапкершілікті қалай алу керек туралы әрқашанда айтып отыруыңыз керек, және үйлесімді қарым-қатынасты құра отырып, балаңызбен жақындасып, жақын болуыңызды сұраймын.